күн. Бүгін сіздермен бірге осындай объемный гүл тоқитын боламыз. Тоқылуы өте оңай, 10 минутта гүлді тоқып үйренеміз. Менімен бірге осы сабақтың аяғына дейін көріп шығыңыздар. Міндетті түрде подписаться бөліміне подписаться басып, комментарий қалдырып және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Себебі неше түрлі каналымда тегін мастер-класстар жүктелетін болады. Ал енді жұмысымызға кірісейік. Бізге бастысы керектісі қайшы, крючок, 2,5 нөмірлі және жіп. Мен мына жіппен тоқитын боламын. Қазір Alize Diva Plus жібі, турецкий жіп, 100 граммда 220 метр. Осындай гүлді тоқитын боламыз. Ал енді жұмысқа кірісейік. 4 воздушный петля аламыз. 2, 3, 4. 4 воздушный петля аламыз. Осы 4 воздушный петляны кольцо жасап қосып аламыз былай. Сосын 3 петля подъема көтеріп аламыз. 2, 3. 2. Енді осы тесіктің ішіне, бізде мына жерде тесік пайда болады. Осыған 16 столбик с накидом тоқып шығамыз. Мынау біздегі бірінші столбик с накидом есебінде болады. Енді 15 столбик без накида тоқуым керек. 1, 2, 3, 4, 5, аяғына дейін 16 петляны алып шығыңыздар. Столбик с накидаммен тоқып шығыңыздар. Осы тесікті айналдыра. Қатардың соңына келіп жеттім. Енді мына соңын басымен қосамыз. Былай етіп басымен қосып аламыз. Мына жерде менде жібім шығып кеткен екен. Міне 16 столбик с накидом тоқып шықтым. Енді мына қатардың соңын басымен қосамыз. Соединительный петлямен. Осыдан кейін енді бірден келесі қатарға өту үшін 3 петля подъем алып аламыз. Воздушный петля алып аламыз. Сосын крючогымызға накид кигізіп, осы воздушный петляның шыққан петлясына тоқимыз. Былай. Ары қарай тағы да 3 петля воздушный алып аламыз. Былай. Сосын накид кигіземіз крючогымызға. Одан кейін мына жерде тұрған, мына тесіктен кейін келесі тесікті тастап кетеміз де, одан кейінгі тұрған петляға тоқимыз. 2 столбик с накидом. Тағы да 3 воздушный петля алып аламыз. Мына бір петляны тастап кетеміз де, келесі тұрған петляға 2 столбик с накидом тоқимыз. Осылай осы қатарының аяғына дейін тоқимыз. Бізде 8, мынандай орталарында 8 тесік пайда болу керек. Ал өзіміз аяғына дейін тоқып шығамыз. Мына қатардың аяғына келіп жеттім. Мына қатарды аяқтаған кезде қосымша 3 воздушный петляны алып аламыз да, мынау тұрған бірінші воздушный петлямен қосамыз. Үшінші петлясымен біріктіреміз. Де бұл қатарды бітіреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
осындай 8 дырочкалар пайда болу керек сіздерде де. Енді біз мына тұрған жерлерін тоқи бастаймыз. Мына тұрған жерлерін тоқимыз бірінші. Ол қалай болады? Мына жерде мына бірінші тұрған мына 2 столбикті біріктіріп қазір накеттермен тоқып алатын боламыз. Яғни мына крючоктың басына накет кигіземіз. 6 накет, 2, 3, 4, 5, 6. Осы 6 накетті бір жіппен бұлай тоқимыз. Енді осы петляны жұмыс жібімен біріктіреміз бұлай. Сосын мына гүлімізді түзулейміз. Бұлай болып тұрады. Енді осы жіпті мына жердегімен қазір столбик без накида тоқимыз мына жерге, аркаға. 5 столбик без накида тоқимыз. Мынаны бұлай әдемілеп дұрыстап қоямыз, е? Потому что біз жаңа тоқыған кезде бұрап алдық. Сол себепті әдемілеп бұлай дұрыстап қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5-шісі. Мына арканы столбик без накидамен тоқимыз 5. Енді мына келесіге тағы да жаңағыдай тоқимыз. Накетті бұлай кигіземіз. Бірінші накет, екінші, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы. Осының барлығын бірге тоқимыз. Сосын мына петляны жұмыс жібімен біріктіреміз. Мына петляны жұмыс жібімен біріктіріп аламыз бұлай. Мына тоқыған накеттерімізді кішкене бұлай түзеп қоямыз. Орнына келесі арканы тоқимыз. Аркаға қарапайым столбик без накиданы мына арканың жібіне тоқимыз, е? Ана петлялар ана емес, жібіне тоқимыз. 4, 5. Келесі тап осылай. Осындай 8 гүлдің жапырақшалы орталарын тоқып шығыңыздар өз еріктеріңізбен. Мына қатардың соңында кездесетін боламыз сіздермен. Мінекей қатарды тоқып шықтым. Енді бізге мына жерлерін тоқып шығуымыз керек. Мына сияқты етіп, мындай бізге әдемілік тоқып шығуымыз керек. Мына гүлді накаперланта жібімен тоқығамын. Мынандай біткен. Тығыз болып, әдемі болып тұрады. Енді мынаны бірінші тоқып жатырмын. Қалай болатын қазір көреміз. Енді біз былай істейміз. Мына жерде тоқыдық қой жаңа накеттерді. Осы жерден соединительный петлямен өтіп, мына тұрған 5, бірінші аркадағы 5 тесікті петляны тоқимыз. Мына тұрған аркадағы тұрған 5 петляны тоқып бастаймыз. Яғни біріншісіне 1 столбик без накида кигіземіз. 3 воздушный петля аламыз да, қасындағы тұрған петляға столбик без накида тоқимыз. Сосын тағы да 3 воздушный петля көтеріп алып, тап осы тұрған петляға столбик без накида тоқимыз. Тағы да 3 воздушный петля көтеріп, қасындағы тұрған петляға тоқимыз. Тағы біреуін аламыз да, соңғы петляға тоқимыз. Енді мына тұрған жерге
соединительный петлямен өтіп, бірден жақ келесіне өтеміз. 3 воздушный петля, тағы да 3 воздушный петля, тап осы тесікке тоқимыз петляға. 3 воздушный петля, келесі тұрған петляға тоқимыз. 3 воздушный петля, тап өзіне қайтадан тоқимыз. Тағы да 3 воздушный петля, мына тұрған петляға тоқимыз. Мына жіптен де өте әдемі болып шығатын сияқты. Мен бұны басқа балеткаға арнап тоқып жатырмын. Бірден сіздермен бөлісе кетейін деп тоқып бастап мастер-класс түсіріп жатырмын. Менің каналымда басқа да сабақтар бар. Балетка тоқу, берет тоқу, және алдағы жағдайда панама тоқу сабағын салатын боламын. Міндетті түрде каналыма лайк басып, подписация бөліміне тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Алда неше түрлі тегін мастер-класстар болады. Сабақтарды жіберіп алмаңыз. Міне, гүліміз өте әдемі шығып келе жатыр. Тағы бір көрсетейін. Сосын қалған гүлдердің жапырақшаларын өздеріңіз өз беттеріңізше тоқып шығыңыздар. Қатардың соңында кездесеміз. Міне, 3 воздушный петля, қасындағы петляға столбик без накида. 3 воздушный петля, тап осы петляға қайтадан тоқимыз. 3 воздушный петля, кезектестіреміз, яғни мынада біз екеуіне 2 петляға 2 столбик без накида тоқыдық, тек араларында 3 воздушный петлядан болды. Келесісіне столбик без накида тоқып, арасында 3 воздушный петля барды, бірақ сол петляға қайтадан тоқып тұрмыз. Енді тағы да 3 воздушный петля алып, келесі тұрған петляға столбик без накида тоқимыз. Кезектестіріп тоқимыз осылай. Міне әдемі гүл біздерде келе жатыр. Тап осылай, мына соңына дейін тоқып шығыңыздар, соңында кездесеміз. Мінекей мен аяғына келіп жеттім. Қыздар, міне қандай әдемі бізде гүл шықты. Негізі мына гүл, мына жіптен тіптен әдемі болып шығады екен. Мынаған қарағанда жылтырап, көздің жауын алатын гүл шықты. Мына ортасын осындай жіппен болсын, болмаса әртүрлі маржандарды тігіп, мына жерді әдемілеп өздеріңіздің қалауыңызша тігіп қоюға болады. Мінекей кереметтей гүл шықты. Осылай менімен бірге тоқып көріңіздер. Осы видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде лайк басып, подписация етіп, маған комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.